Барлығыңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода have got және has got тіркестері туралы айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Have got және has got тіркестері негізінен бар болу деген мағынаны білдіреді. Мысал келтіріп өтетін болсам, I have got a computer. Менде компьютер бар деген мағынаны білдіреді. Бірақ барлық жағдайда have got деген тіркес қолданыла бермейді. He, she, it деп айтқан кезде have got, has got деп өзгертіліп айтылады. Мысалы, he has got an apple. Ода алма бар. Яғни, he дегеніміз ұлға байланысты айтылады, she дегеніміз қызға байланысты айтылады, it дегеніміз жануарларға және жансыз заттарға байланысты айтылады. Осы ережеге байланысты мына кестені өзіңізге жазып алсаңыз болады. Ал сұраулы сөйлем құраған кезде have немесе has етістігі зат есімнің алдына шығып кетеді. Мысалы, have you got a computer? Сенде компьютер бар ма деген мағынаны білдіреді. Осы ережеге байланысты мына кестені өзіңізге жазып алсаңыз болады. Ал жауап беретін кезде я деп жауап беру үшін yes I have, жоқ деп жауап беру үшін no I haven't деп жауап береміз. Ал болымсыз сөйлем құрайтын болсақ, have етістігінен соң not деген жалғауды жалғай саламыз. Мысалы, I haven't got a computer. Бұл жерде have not және haven't деген екеуі де бір мағынаны білдіреді. Менде компьютер жоқ. Осы ережеге байланысты мына кестені өзіңізге жазып алыңыз. Ал енді видеоны дәл осы жерден тоқтатып, мына тапсырмаларды өз бетіңізбен орындап көріңіз. Бұл тапсырмаларды әр тапсырманың жанындағы суретке қарап орындайсыз. Ал енді мен бұл тапсырманың жауаптарымен бөлісейін. Бірінші тапсырманың жанындағы суретте клоунның қолында 3 шар тұр. Сондықтан да бұл сөйлемге has got деген тіркесті таңдаймыз. Ал екінші тапсырманың жанында 3 қыздың тобы тұр. Сондықтан да have got деген тіркесті таңдаймыз. Үшінші тапсырманың жанында балада 3 қана сыйлық бар. Сондықтан да has not got деген тіркесті таңдаймыз. Ал төртінші тапсырманың жанындағы суретте қыздың қолында ойыншық қонжық тұр. Сондықтан да has got деген тіркесті таңдаймыз. Бесінші тапсырманың жанындағы суретте ешқандай да мысық жоқ. Сондықтан да has not got деген тіркесті таңдаймыз. Міне достар, бүгінге айтарым осы. Сіздерге бүгінгі видео ұнаса, міндетті түрде видеоға лайк басып, айтылған мәліметтерді есте сақтаңыз.